Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей Ордасы ауданының тұрғындары оңалту орталығына жете алмай отыр. Бұл мәселе Аманат партиясының мобильді қабылдау кезінде көтерілді. Көршілес Жаңақала ауданындағы оңалту орталығы бүгінде міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына қарайды. Ал қор өкілдері мұнда келушілерді ауру түріне байланысты іріктеген. Осының кесірінен өңірдегі Азғыр мен Капустин Яр әскери сынақ полигондарынан зардап шеккендер емделе алмай жүр дейді Бөкей орталықтар. Мысалы, биыл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың талабына сай келген тек 13 адам, былтыр 64 тұрғын ғана тыныққан. Ауылдықтарды алаламау үшін сауықтыру орталығының жарғысын өзгерту керек. Бұл үшін әскери сынақ полигонынан зардап шеккендерді оңалтуға болады деген бір ауыз сөз қосса жеткілікті. Сонда мүгедектер ғана емес, зейнеткерлер де тегін ем алар еді дейді тұрғындар. Біздің аудан бойынша 1506 зейнеткер бар, 551 мүмкіншілігі шектеулі адамдар бар, 2000-ға тарта адамдар бар. Олар қоғамнан жаңағы ең әлжуаз топтары, олар жаңағы Турцияға, Анталияға, не болмаса Бурабайға, Сарыағашқа барып демала алмайды, себебі өте қымбат. Сондықтан зейнеткерлер демалатын бір орын болу керек. Аманат партиясының мобильді қабылдау кезінде Жәнібек пен Бөкей Ордасы ауданының халқы әлеуметтік мәселелердің шешімін таппай жатқан жеткізді. 30 мыңға тарта тұрғыны бар екі аудан үшін оқушылардың жазғы демалыс орнын ашу, ауыз сумен қамту және ауданның экологиялық ахуалы маңызды. Бірнеше күн жүріп, ауылдықтардың мұң-мұқтажын тыңдап, олардың базынасын тыңдап қайттық. Енді осы тұрғындардың өтініштерін оң шешілуіне ықпал жасау үшін жұмыстанатын боламыз. Себебі біздің Аманат партиясы үшін әр ауыл тұрғынның, әр тұрғынның базынасы маңызды, мұң-мұқтажы, оны орындау басты орында.